Келесі мысал аралас жалғау, яғни мына тізбектей де бар, параллельдей бар. С1 мен С2 тізбектей жалғаған, оның формуласы бізде мынау тізбектей, С1 қосу С2. Келесі С3 мен С4 параллель, параллельдің формуласы С3 қосу С4. Және шыққандар бір-біріне тізбектей. Яғни мына параллель, мына екеу қосылады, қосылғаннан кейін бір-біріне мына нүктеде тізбектей жалғанады. Тізбектейдің соңғы формуласы осы. Енді осыны есептейік. Бірінші, бір бөлінген С1, С2 тізбектей есептейміз. Бір бөлінген 1 микрофарад, бір бөлінген 4 микрофарад, ортақ бөлім келтіреміз. Сонда 5 микрофарад. Төңкермей ақ қойық, өйткені бізде мына жерде ол С1 деп жазылып тұр. Келесі параллель есептейміз 3 пен 4-ті. Параллель болғанда қоса қоямыз. 2 микрофарад қосамыз, 5 микрофарад, 7 микрофарад. Және соңғы бізде жалпыны табамыз. Ол үшін тапқан бана осы екі өрнекті бір-біріне қосамыз. Біріншісін жазайық. 5 бөлінген 4 қосу 1 бөлінген 7. Ортақ бөлім келтіреміз. 28, мұнда 7-тен келеді, мұнда 4-тен келеді, 35, 39 сонда. С астында болғандықтан бөлімде оны төңкереміз. Төңкергенде ол алдына шығады. Мұнда өрнекте төңкеріледі. Сонда 28, мұнда 39 микрофарад болады жауабы. Сонымен аралас болғанда анықтап аламыз, қайсы тізбектей, қайсы параллель, сосын біртіндеп есептеп аламыз. Келесі мысал. Электр сыйымдылығы 5 микрофарад конденсатор астарларының арасында потенциалдар айырымы 1000 вольт. Оның әр астарында заряд неге тең? Яғни заряд тап дегенде біз айттық қана. Бізде мынандай конденсатор болады дедік. Арасында диэлектрик, мұнда Q оң, Q теріс. Заряд тап деген тек қана біреуін табамыз. Бір жағын. Олар қарама-қарсы бір-біріне модульдер бойынша тең, тек қана бір жағын табамыз. Жазайық, берілген электр сыйымдылық бізде 5 микрофарад. Потенциал айырымы бізде кернеу 1000 вольт. Табу керек заряд. Талдау. С ол бізде Q бөлу U. Бұдан Q дегенің С көбейту U. Шешуі. 5 микро деген 10-6. Көбейтеміз 1000-ға вольт. Шығады 5, 10-3. Кулон. Заряд өлшем бірлігі кулон. Болды.